Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Жанат Сезім Жасұланқызы. Мен номері 66 орта мектебінің 6 Г сынып оқушысымын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы математикада домбыраның ырғағы. Бұл ғылыми жоба математика мен қазақ халқының ұлттық аспабы домбыра арасындағы байланысты зерттеуге арналған. Жоба жаңалығы дәстүрлі өнерді математикалық талдау арқылы ғылым мен мәдениетті интеграциялаудында. Практикалық маңызы оқушылардың логикалық ойлауын дамыта отырып, қазақ музыкасына деген қызығушылығын арттыру. Қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан бай мәдени мұрасының ең асыл қазыналарының бірі домбыра. Домбыраның әрбір қағызы, әрбір әуені терең философиялық мәнге ие. Музыка мен математика сырт көзге бір-бірінен алшақ, мүлде бөлек салалар сияқты көрінгенімен, шын мәнінде оларды байланыстыратын терең ортақ заңдылықтар бар. Математика мен музыка байланысын қазіргі заман ғылым да дәлелдеп отыр. Математика бізге музыканың ішкі құрылымын түсінуге мүмкіндік берсе, музыка математикаға эмоциялық тереңдік береді. Домбыра қазақ халқының рухани дүниесінің айнасы, ғасырлардан бері келе жатқан мәдени мұрасы. Домбыра қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық аспабы ғана емес, оның әрбір қағысы мен әуенінде терең математикалық заңдылықтар бар. Музыка өнерінде ырғақ пен әуенді қалыптастырудың негізгі элементтері такт, бөлшек және пропорция. Музыкада такт уақытты белгілі бір бөліктерге бөлудің өлшемі. Музыкадағы ноталардың ұзақтығы арифметикалық бөлшектерді еске түсіреді. Мысалы, бүтін нота толық, жарты нота 2-ден 1, ширек нота 4-ден 1, сегіздік нота 8-ден 1, ал алтылық нота 16-дан 1 үлестерді көрсетеді. Бұл ғылыми жобада математикада домбыраның ырғағы тақырыбы жан-жақты қарастырылды. Зерттеу барысында математика мен музыканың атап айтқанда қазақтың ұлттық аспабы домбыра арасындағы тығыз байланыс дәлелденді. Зерттеу жұмысында оқушылардың пікірін білу үшін арнайы сауалнама жүргізілді. Сауалнаманың мақсаты оқушылардың математика мен музыка арасындағы байланысты қалай түсінетінін, домбыра арқылы математикалық ұғымдарды меңгерудің тиімділігін анықтау. Сауалнама кезінде бірінші сұрақ: сіз математика мен музыка арасындағы байланыс бар деп ойлайсыз ба? Екінші сұрақ: домбырадағы ырғақты математикамен байланыстыру қызықты ма? Үшінші сұрақ: бөлшектер мен пропорцияларды музыка арқылы түсіндірсе, жеңіл болады деп санайсыз ба? Төртінші сұрақ: симметрия ұғымын домбыра қағыстары арқылы түсіну пайдалы ма? Бесінші сұрақ: математиканы өнер арқылы оқыту пәнге деген қызығушылығыңызды арттыра ма? Алтыншы сұрақ: ұлттық аспап арқылы математика оқыту мәдениетке деген көзқарасыңызды өзгертті ме? Деген сұрақтарға жауап алынған болатын. 25 оқушы арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері домбыра арқылы математика оқытудың жоғары тиімділігін көрсетті. Оқушылардың басым бөлігі өнер арқылы оқытудың пәнге қызығушылықты арттыратынын мойындады. Қорытындылай келе, математикада домбыраның ырғағы тақырыбы оқушылардың ғылымға да, өнерге де қызығушылығын арттыратын, олардың дүниетанымын кеңейтетін, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін маңызды жоба болып табылады.